Морковный торт дегенде морковтың дәмі қатты шығып тұратын шығар деп ойласаңыз, онда ошибаетесь. Бұл тортта морков вообще сезілмейді, бірақ өте жұмсақ әрі невероятно дәмді болады. Алдымен жұмыртқа мен қантты жақсылап взбивать етеміз. Кейін блендерден өткізілген грецкий орехты, үгітілген морковты, разрыхлительді, сұйық майды және ұнды қосып бәрін тщательно араластырамыз. Дайын қамырды формаға құйып, алдын ала қыздырылған духовкада 160 градуста 25-30 минут выпекаем. Дайын болған соң шпажкамен тексереміз. Осы уақытта крем дайындаймыз. 33% сливкеді, творожный сырды және сахарный пудраны қосып қою әрі устойчивый крем жасап аламыз. Дайын болған бисквитті әбден суытамыз. Суыған бисквитті 3 бөлікке бөліп, әр қабатына крем жағып тортты собирайым. Бұл торттың ең үлкен плюсы, оны бірден жеуге болады. Ешқандай пропитканы күтіп отырмайсыз. Өте ылғалды, жұмсақ, ауадай жеңіл торт шығады. Ең қызығы, морковтың дәмі вообще білінбейді. Приятного аппетита! Видео ұнаса лайк басып, каналға подписаться етуді ұмытпаңыз. Келесі оңай рецептермен міндетті түрде бөлісемін.